әйелің ақылды болса, ол сенің байлығыңның жартысы болады. 4 балаң түгел тең. Саған еш уақытта жаманшылық немесе тағы да басқа әйелге жат қылықтарды жасамайды. Сен болма. Және де әйел таңлағанда, жаңа айттым ғой, сұлулық әрине мүмкін қажет шығар, бірақ тектілігіне, анау әйелдің тұлғасына, баланың жататын жатырдың кеңдігіне көз тастау керек. Сонда бала да балпалақтай. Сол себептен де анау мәселенке өзіңменен ауылдас немесе жаңағы институтта оқып жүргенде бірнеше жыл адамды сынап жүріп, ақылына ақылына сай, жаңағыдай текті жердің қызы болса, оны жібермеуге тырысу керек. Ал енді жаңағыдай қазіргі заманда мына түн клубында жүретін, темекі шегетін, ойбай 40 қадам жерден қашу керек ондай адамдар. Одан міне дәрігер дені дұрыс бала деуге келмейді.